Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі өтетін тақырып тежеуіш жүйесінің жұмысы. Қазір мен сіздерге бейнетаспа түрінде түсіндіріп көрсетейін. Өздеріңіз көріп отырғандай, автомобильдерде гидравликалық тежеуішті барабан механизмі қолданылады. Ол тірек дискісіне орнатылған екі колодкадан, доңғалақ, тежегіш цилиндрінен, тірек саусақтарынан және реттеуіш эксцентриктен тұрады. Колодканың сыртқы бетіндегі фрикциялық жапсырмасы артындағысына қарағанда ұзындау. Өйткені тежелген кезінде ол доңғалақтың тежеуіш барабанына үлкен күшпен қысылады. Бұл оның біркелкі тозуын қамтамасыз етеді. Колодкалар бір-бірімен серіппе арқылы тартылған. Олардың төменгі шеттері тірек саусақтарына кигізілген. Эксцентриктің шайбасында, ал жоғарғысы доңғалақ тежеуіш цилиндрінің поршень суғарктеріне тіреледі. Колодка мен доңғалақтың тежеуіш барабаны арасындағы саңылау тірек дискісіндегі колодка астында орналасқан. Эксцентрик көмегімен ретке келтіріледі. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, доңғалақ тежеуіш цилиндрлі оның дискісіне бекітілген корпусқа орнатылған екі поршеньнен және сухариктен тұрады. Поршеньде нығыздауыш ретінде серіппе көмегімен резеңке манжет пайдаланылады. Цилиндрге шаң, тозаң түспеуі үшін ол екі жағынан резеңке қалпақпен жабылған. Өздеріңіз көріп отырғандай, цилиндр корпусында екі канал бар. Төменгі канал арқылы тежеуіш сұйығы келіп түседі, жоғарғысы арқылы тежеуіш жүйесінен ауа шығарылады. Осы каналдың шығару тесігі резеңке қалпақты қайта жіберу клапанымен бекітілген. Тежеуіш сұйығы басты тежеуіш цилиндрінен металл резеңкеленген матадан солқылдақ шланг арқылы доңғалақтарға беріледі. Басты тежеуіш цилиндрін сұйығына арналған резервуармен бірге құйылады. Бұның корпусы автомобиль рамасына бекітілген. Цилиндрдің қуысына поршень, серіппе және кері қайтарып клапаны орналасқан. Поршеньға тесік істелген. Ол құрастырған күйінде пластикалық клапанның жапырақшасымен жабылып тұрады. Кері қайтару клапаны ұяға серіппемен қысылған, ал клапан табақшасында босан серіппелі айдау клапаны монтаждалған. Цилиндр үлкен және кіші қайтаға жіберу тесігі бар компенсациялы резервуармен қосылған. Тежеуіш сұйығы резервуарға тығын мен пітерілгетін қақпақтағы тесік арқылы құйылады. Жұмыс кезінде бүкіл жүйе үнемі тежеу сұйығына толып тұрады. Назарларыңызға рахмет.